Қайырлы күн достар, дәл қазір тұмау кезінде жөтелге қарсы сиропты дәріханадан сатып алмай-ақ үй жағдайында 2 ғана заттан тұратын табиғи сироптың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге осылай 1 дана пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Кеңірек ыдысымызға салып, үстіне 2 дана ас қасық балымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бал бізде табиғи болу керек. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бетін тарелкамен жауып қоямыз. 3-4 сағатқа осы кезде пиязымыздың сөлі шығады. Дайын болған сиропымызды кез келген ыдысқа құйып, бетін жауып қоясыздар. Және де қалауынша, егерде әсері кеңірек болсын десеңіздер, 1 дана сарымсақ салсаңыздар болады. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын, ауырмаңыздар. Сондай-ақ достар, қазақ контентін қолдау мақсатында арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен каналымнан сіздер бұдан да басқа көптеген рецепттерді көре аласыздар. Қолжетімді заттардан бір жасағаннан шығатын рецепттермен күнделікті бөлісемін. Сондықтан да жаңа видеолар өткіземін үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге, ауырмай жүріңіздер.